Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін мен сіздерге осындай салмасы бар, өте жұмсақ, сүзбеден тұратын булочкилер дайындауға кеңес беремін. Менің арнамнан түрлі рецепттер табасыздар, сондықтан жазып қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен булочкиді дайындау үшін біз бір жұмыртқаға 2 қасық, ас қасық қантымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Және осы араласқан массамызға біз 1 стакан сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Және де шым-шым тұзды қосамыз. Араласқан массамызды жай-жайдан ұнға қосатын боламыз. Яғни керекті мөлшерді барлығы описанияда жазылып тұр. Ұнымызға біз сүтімізді, ашытқымызды бірінші салып араластырып аламыз. Кейін сүтті массамызды қоса отырып, жай-жайдан қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Яғни бөліктерге бөле отырып қосып, осындай қамыр илейміз. Кейін осы иленген қамырымызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, жақсылап тұрып қамырға енгізіп араластырып аламыз. Осындай қамыр пайда болуы қажет. Бұның бетін пленкамен жауып, 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Кейін осындай көтерілген нанымызды біз тағы да 1-2 рет басып илеп аламыз да бөліктерге бөлеміз. Бөлген бөліктерімізді осындай дөңгелекше етіп қойып, жарты сағатқа тағы да көтерілуге қойып қоямыз, бетін жауып. Қамырымыз көтерілгенше салмамызды дайындасақ, салмамызға біз сүзбемізді аламыз. Осы сүзбеміз қантымызды және де 1 жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Егер де сүзбе тым құрғақ болатын болса, тағы да 1 жұмыртқа қосуға болады. Менде тым құрғақ болды, сондықтан мен тағы 1 жұмыртқа қосып алдым. Бір-біріне бірігетін масса пайда болуы қажет. Кейін булочкилеріміздің қамыры осылай көтерілгеннен кейін стаканмен бұлай осындай қылып видеодағыдай етіп орталарын басып шығамыз. Кейін осы басып шыққан ортасына барлығына сүзбе салып шығамыз да 180 градуста қысып тұрған духовкада 40-45 минут беті қызарғанша жақсылап пісіреміз. Міне осындай өте дәмді, керемет жұмсақ, өте нәзік салмасы бар булочкилеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.